Hamma balaga birдей жағатын сосиска тестасы дейміз бүгін. 1,5 стакан сүттің үстіне 1 стакан ыстық су құйып, 1 маекті шағып, жетерінше тұз, дрожжын салып, жұмсақ етіп қамыр илейміз. Илеп атырған кезімізде аз-маз май жағып жіберсек, мощный болып көтерілуіне жәрдем береді. Мен бұл қамырдан пирожка пісірдім. Соң үшін жартысына сосиска теста, жартысына пирожка қылып, сілеу үшін алып қойдым. Ашыған қамырымызды орташа қылып кесіп, азғантай форма беріп, сосисканың сыртынан орап, азғантай уақыт үстіне пакет жауып бойын алдырамыз. Бойын алған қамырларымызды қатты онша қызбаған, орташа болып қызып тұрған майымызға пісіріп аламыз. Көплеу уақыт тұрып піссе, ішлерді жақсы піседі. Соның үшінде майымызды қатты қыздырып жібермей, орташа қызып тұрған майда пісіріп аламыз. Бұл сосиска тестамызды балаларымыз сондай сүйсініп жейді. Балаларымыздың жегеніне өздеріміз қуанып отырамыз. Солай емес па? Ал менің сосиска тесталарым дайын болды. Қандай болған? Бір бақылап кетің. Менің балаларым мамасыз, зорсыз деп іштейлі сүйсініп жеп алды. Сіздер де балаларыңызға даярлап берің. Яки даярлап беру керек болған жақындарыңызға жіберіп қойың. Сіздерге даярлап берсін. Ал маған подписка басып, лайкларыңызды аямай басып жібересіз деген үміттемін. Білесіз ғой, қуанып қаламын.